Сәлем достар, бүгінгі ас мәзірінде сосиски в тесте. Тұз, су, сұйық май, ашытқыны бір ыдысты блендермен араластырып алдым. Одан соң үстіне ұнды керегінше салып алып, ұнның бетіне ас содасын қосып илеп бастадым. Қамыр ашыған соң қамырдың көлемі бір келкі шығуы үшін таразы арқылы бөліп алдым. Бөлінген қамырлардың бетін 15 минутқа жауып қойдым. Қамырды оқтаумен жайып, сосисканы орып, қызып тұрған майға жай отта пісіруге кірістім. Тағы да 10 минутқа бетін жауып қойып, содан кейін ғана майға салсаңыз, тіптен керемет шығады. Жай отта екі бетін кезектестіре отырып пісіре бересіз. Осы рецепт бойынша дайындасаңыз, қамырыңыздың ортасы шикі шықпайтын болады. Сосиски в тесте әрбір баланың сүйіп жейтін тағамы, әрі дәмді, әрі тойымды. Описаниеге рецепті жазып кетемін, және сіздерден каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басуыңызды, қоңыраушаны басуыңызды сұраймын.